Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне келеді, егерде кімде-кім жұманы әдейі тастап қоятын болса, жұмаға бармайтын болса, ол адамның жүрегіне мөр басылады деген хадис бар. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екінші бір хадисінде айтады, егерде адам күнә жасайтын болса, ол адамның жүрегінде бір дақ пайда болады дейді. Адам күнә қанша көп жасайтын болса, дақ үлкейіп, жүрегін жауып тастайды екен. Нәтижеде адам баласы жасап жатқан құлшылығының ләззатын сезіне алмайды. Және де қылып жатқан, жасап жатқан күнәсінің ауыр екендігін сезіне алмай қалады екен. Былай айтқанда жүрек өліп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, шынында адамның денесінде бір бөлек ет бар дейді. Егер ол дұрыс болса, адамның басқа денесі, ағзасы дұрыс болады. Егер ол дұрыс болмайтын болса, адамның басқа ағзасы дұрыс болмайды дейді. Шынында ол жүрек дейді. Сол үшін жүрек адамның ағзасындағы өте маңызы бар, рөл атқаратын адамның ағзасы екен. Сол үшін дініміз жүректі таза ұстауға, мөрден, жаңа күнә арқылы келетін дақтардан сақтауға не қылады екен, бізді шақырады екен. Сонда иншалла жүрегіміз таза болса, біздің жасап жатқан амалдарымыздың барлығы иншалла жақсы амалдардан болып табылады иншалла.